Мына қыздар, мен сіздерге одношовный юбканы қалай пішуін көрсетемін. Одношовный юбка, бірақ алдында түймесі бар. Мынау ені 1,5 метр. Бұл ені, мына ұзындығы. Енді біз осы ұзындығын бұлай қарай төсейміз. Төсеймізді бұны, мынаяғы бүтін төсеп алғаннан кейін біз осы бір шетін осылай бүктеп аламыз. Міне, бүктеп алдық. Бұны мен әзір бүйтіп қолыма үтіктеп қойдым. Сәлден бастып қоя салайын. Міне, енді бізге мына жерден белін саламыз. Бізде белі, әркім өзінің белін өлшейді. Беліміз менікі 39 сантиметр болды. Міне 39 сантиметрімізді өшерге саламыз. Бұны мынандай циркуль сияқты өлшеп саған жақсы қыздар. Міне бүйтіп келгенде мен белгілеп алдым. Ортасында қазір белгілеп аламын. Міне енді мен сызамын осыны. Міне бұл жер бізде 39 сантиметр. Енді мына жерден, мына жерге шейін ұзындығын аламыз. Ұзындығым менің 69, почти 70 сантиметр дейміз. Осы 70 сантиметрді қазір бұны да осы циркуль сияқты саламыз. Міне, мына жерде мен ұстап тұрам. Бұл жер мынау болмады. Қазір басқа ручка алайын, сонан салып көрсетемін. Мына булавка шанши қояйын. Мына қыздар, ұзындығын бұлай қоямыз. Міне, менікі мына карандашымның мынандай жеріне келіп тұр. Мына жерді еш жаққа жібермей ұстап тұрамыз. Міне, мен белгілеп отырамын. Міне, көрсеңіз, циркуль сияқты бүйтіп белгілеп алдым. Немесе сантиметрмен әр қайсысын бұлай өлшеп шығамыз. Міне, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 деп. Мінекей, мен кішірейтіп алған макетім бұл. Енді бұны біз сызып шығамыз бетіп. Мұны мінерге жазып қоям. Бұл ұзындығы, айттым ғой, 70 сантиметр. Кейін мен неғанда жазып белгілеп қойып отырамын. Міне осылай сызып алдық. Енді біз бұны қырқамыз. Бірінші белін қырқып аламыз. Міне қырқып алдық. Белін, етегін қырқамыз. Етегін қырқып алдық. Міне көрсеңіз, осылай одношовный юбка шықты. Енді осы одношовный юбкамызды ашып көрсетейін сіздерге. Одношовный дегеніміз, қарасаңыз, еш жерде тігіс жоқ. Тек тігісіміз осы алдында болып тұр. Енді осыны алып, біз осылай қоямыз. Мынау бізде біразы қайтарылып, жаңағы не тігуге. Түйме қадайтын жер тігеміз, петля ашамыз, соған арналып тұрады. Мына жердің артық жайларын біз бүйтіп алып тастай саламыз. Міне осылай керемет әдеме болып тұр. Енді мына жағына біз белдік аламыз. Белдікті қазір көрсетемін оны белдікті. Міне белдігімізді мынандай немен алдым мен.
Енді осы белдікті осы жерге лайықта салуымыз керек. Қанша осыны өзімен өлшеуіміз керек біз. Мына қабатталып кетті, өте көп қабатталды. Ондай болмау керек негізі. Артығын бұлай бейіп тұрғаннан да біз кесіп тастай салуға болады бұны. Міне, енді біз мынандай ременімізді алып, осы жерге бүйтіп көреміз. Міне тура шығатындай етіп, осы жерден мен әзір кесіп тастаймын. Міне белдігімізді айландырып, тура осы ұсатып қоямыз. Жоғар жағына қайтарып манжет қылудың қажеті жоқ. Біз тура үстіне осылай қоюға болады. Міне, мына жерден тағы бір бұлақ шанши салайын. Мінекей көрсеңіздер осылай. Біз енді осы жерлерге түйме қадайтын боламыз. Міне бір түймемізді мына жерге қойсақ, нерге қоямыз. Мына жерге түйме қойып, осылай тігуімізге болады бізге. Міне түсінікті болды деймін, ременді айландырып тігесіз. Бұл өте оңай обработка жасап, осылай манжет қойсаң, мына жерді бүйтіп сыртына қайтарып, мынандай шоп түсірсеңіздер өте әдемі болады. Етегім московский шоппан тіге саласыздар. Міне сіздерге көрсетіп отырған одношовный юбкам түймелі.